Қазақтың ұлан байтақ жерін қорғап, ел бірлігін сақтап қалған ұлы даланың дара тұлғалары баршылық. Солардың бірегейі Қазанғап би Сатыбалдыұлы. 1771 жылы Баянауыл өңірінде дүниеге келген орта жүздің белгілі биі шешен. Арғын руының бәсентейін және бөрі тармағынан шыққан. Ол 1843-48 жылдар аралығында Баянауыл сыртқы округінің аға сұлтаны болған. Ресей патшасының қолынан орыс әскерінің прапорщигі, штабс капитан шенін иеленіп, майор болған. Мешіт медресе, мектеп салып, Қазан қаласынан татар молдасы Ғабдулғапарды алғызып бала оқытқан. Ол дуанбасы болған 5 жылға жуық уақыт ішінде округ көлемінде жер асты, кем байлық көздері ашылған. Ел ішінде бейбіт өмір, тыныштық орнапты. Біз енді осы Баянауыл сыртқы округі құрылғаны жөнінде айтатын болсақ, бұл шоңды, шорманды, Қазанғап үшеуіне бір-бірінен бөлуге болмайды. Себебі Қазанғап қалың бәсекенің басын бұрып әкеліп, Баянауыл сыртқы округіне қосты. Халықтың саны көбейсін деп. Халықтың саны жетпесе, Баянауыл округі ашылмас еді. Сондықтан біз осы Баянауыл округі туралы шоң мен шорманды айтқан кезде Қазанғапты ұмытпауымыз керек. Қазанғап би 1856 жылы о дүниеге аттанған. Денесі Ақсу ауылдық аймағына қарасты Жолқұдық ауылының іргесінде жерленген. Даратылғаның басына күйдірілген қызыл кірпіш пен ақ мәрмәр тастан күмбезді кесене тұрғызылған. Ішіне бидің еңбектері жөнінде жазылған қабір үсті ескерткіш орнатылған. Алайда кеңес үкіметі кезінде кесене бұзылып, кірпіштері ауылдағы фермаларға жұмсалған. 2008 жылы Қазанғап би Сатыбалдыұлының басына қайтадан ескерткіш орнатылды. Ұлт тарихының ұлы далада шашырап қалған деректері егемендіктің арқасында бұл күні түгенделіп келеді. Ақтоғай ауданы Жаңабет, Жаңатап ауылдарына қарасты Бәсентейінің Ақтілес руынан шыққан тұлғаларға байланысты елде қалған, аңызға айналған тың ақпараттар да қазір жинақталуда. Бүгінгі біз тұрған жеріміз, яғни Серікбай Мүткенов атындағы, Ақтоғай ауданының Серікбай Мүткенов атындағы Жаңабет деген елді мекені. Жалпы мынау Алқакөл болысы 1833 жылы құжат документтер бойынша Тайқоңыр деген жерде, сол жерде мекен етті деп тіркелген екен құжаттар бойынша. Тайқоңыр дегеніміз мынау ертістің бойында жағалай өмір сүрген Бәсентейінің ішінде Ақтілес, Күшік, Бәсентейін деп бекіткен құжат бойынша, яғни Ақтілес бірлестігінің ішіндегі Елубай, Шерубай жайылған жайлау деген тапайлар, тапай деген яғни рулар осы мынау 25 совхозынан бері қарай Қараоба дейді, сол жерден бері қарай Исан Терек деген ауыл, одан Жаңатап деген ауыл, Жаңабет деген ауыл, Естай ауылы деген жерлерде ертістің жағасында қыстау тігіп мекендеген. Бұның барлығы 1927 жылғы құжаттар бойынша дәлелденген. Мысалға, дәл мен отырған қоныс Тапай қонысы деп аталады. Яғни осыдан мынау бір қыр жағында осыдан төмен қарай ойлы мекен Тоғай басталады. Сол Тоғайдың биік деген жерлердің барлығында осы жерде көшіп қонып жүрген, қыстау салған орындар болған. Яғни шымнан үйлер салған. Осы жерде 500-600 метр жерде Тапай қорасы деген қойған. Біз қазір мынау қорым отырған зират басының барлығы сол Ақтілестің Тапай руынан шыққан белгілі адамдардың жатқан жерлері. Бұл Жаңатап пен Жаңабеттің ортасындағы Салпаң деген көлдің жағасы, Мәрдәбан мүйісі деп аталатын жер. Ғабдолла атты қажының қонысы болған жерді ел қыстау қажы деп те атайтын көрінеді. Бұл кісі Меккеге екі барған, екінші сапарында сол Қызыл теңіздің үстінде қайтып, ол кездегі Меккеге қажылардың енді баратын заңы бойынша теңіздің үстінде қайтса суын ағызып жүрген, суға ағызып жүрген айтты. Сөйтіп сол Қара теңізде қалған. Бірақ елге кесесіменен ол кісінің жүзігі келген. Аманатта бұл кісі ұрпақтарына таратқан екен. Сол қыстау қажы сол жерде ол кісінің негізінен біздің елде 4 мешіті болған дейді. 2 мешіті жаңағы қырда, 1 мешіті Мәрдәбірардың басында, 1 мешіті Тоғайда болған. Сол Мәрдәбірарда кітапханасы болған, мешіті болған, сол мешіттің медресесі болған, сол медресесінің орны әлі күнге дейін сақталған, жаңағы
қабырғасы қалған, үстіндегі сырғауылдары бәрі әлі күнге дейін бір ғажап шірімей тұр соның бәрі. Енді сол жерге сосын бұл кісі жаңағы қудалау келген кезде 30 жылдардағы репрессия өзінің кітаптарының бәрін сол жерге жасырған дейді. Бірақ қай жерге жасырған екенін білмейміз. Дегенмен ол жер қасиетті саналады. Сол Бәрдабірардың сыртындағы зиратта атам марқұмның айтуы бойынша 7 қажы жатыр дейді. Біздің елге келе жатқан кезде міндетті түрде жаңа көліктерінің жылдамдығын азайтып, қол жайып 7 қажыға сәлем беру керек дейді. Шығып бара жатқан кезде қоштасып айту керек дейді. Ол енді елдің сенімі. Себебі мынау көбінесе жол көлік апатының бәрі дәл сол зираттың төңірегінде болады өзі. Сонымен қасиет саналады. Жаңа қыстау қажының ұрпақтарына барлығына дін қонған, исламның 5 парызын қатаң ұстанған азаматтар. Жер су атаулары сол Алқакөл болысымен тікелей байланысты. Алқакөл дегеніміз ол мына ертістің көлеміндей үлкен алқапты осы Жаңабет пен Жаңатап екі орталығына қарай бұрылып келетін үлкен өзен екен. Сол өзеннің тармағынан бері қарай Шортан көл дейді. Одан кейін мынау Қотан терек дейді. Осындай көлдер бар. Осы көлдердің ортасында жаңағы Боранбай деген жерлер, Шошқалы деген жерлер бар. Бұнаның барлығы Шербинаның кітабында бекітілген. Бүгінгі күнде олар жазылған. Осы биік жерлерде осы жаңағы Тапайдан тараған үрім бұтақтары сол жерде қоныс тепкен. Кейін олар ұжымдастыру кезінде осы жерде қыстау болып қоныстанып жүрген адамдардың барлығы жиналып, бір жерге жинақталып, яғни Жаңабет, Жаңатап деп осылай жер атаулары берілген екен. Мынау санақты 27 жылға қарап отырсақ, яғни бірінші объединение ол мынау Чкалов совхозы Мүткенов, сол жақтың жеріндегі елді мекендің атаулары. Мына жақта 25 совхозында екінші объединение деген болған. Бұлар кезінде мысалға ру атаулары болатын болса, кейін бұларды сол жерде қоныс тепкен адамдардың атымен өзгерте бастағанда, бұлардың атаулардың адамдардың сандарын жинақтап, сосын бұларды бір бірлестікке жинап алған екен. Сөйтіп бұлардың бүгінгі ерте кездердегі мысалға топонимика атаулары өзгеріске ұшырап, кеңестікте өзгеріске ұшыраған. Көшіп келген адамдар өз мысалы Харьковтан көшіп келсе, осы жерге келген кезде тұрған жерін Харьков деп атап кеткен. Мысалы сондай бізде орыс тұрғылықты, яғни алғашқы ел атауы сол 27-ші жылдары одан ертеректе кішкене 19-дан басталды екен. Әртелдер құрылып кейін совхоз колхоз болып үлкен көркейген 3 елді мекен. Абрасимовка деген, сосын Харьков деген, Разумовка деген. Осы 3 елдің аты бар. Бұлар алғашқы басқа ұлттың азаматтар қоныстанған жер атаулары. Бұлардың жер қоныстанған жерін қарап отырсақ, бұлар мынау Ақтілес бірлестігінің тең ортасына барып орныққан екен. Ақтілес күшік бәсентейінің бірлестігінің нақты бекітіп кеткен құжат бойынша жері Тайғоңғыр деп аталады. Ақтоғайды мекен еткен жақсылардың бірі 11 жасында Ақтілестің абызы атанған Жақсыбай Құттықадамұлы. Ақтоғай өңірінде Байшұқыр деген жер бар. Сол жерде жаңағы кезінде Қазанғап үлкен дауға түскен кезде алдын ала ақылдасатын бір адамы ол Жақсыбай Құттықадамұлы. Ақтілестің абызы дейді бұл кісіні. Бұл кісінің атының аталмау себебі де жаңағы екі баласының отарлаушылар саясатына қарсы шыққандығына байланысты бұл кісінің атын атауға негізі рұқсат бермеген секілді. Өйткені артында сөз қалған кісі, сол кісінің алдына осы елге тіпті Осаш ормандар бәрі де келген екен. Кезінде Қазанғаптың өзі үлкен даулары, енді Баянауыл сыртқы округінің аға сұлтаны болып тұрды ғой. Олмен қоса осы елдің ішіндегі жаңағы айтқан 10 шақырымдық белдеуге үй салмауға қатысты соттың негізгі бір куәсі де осы Қазанғап болған. Сол жерлерді аман алып қалуға да осы Қазанғаптың еңбегі зор. Сол Қазанғап бабамыздың үлкен дау шарғаға түскен кезде алдын ала осы Жақсыбай абызбен ақылдасып алады екен бірінші. Сондай-ақ Ақтоғай өңірі жоңғар шапқыншылығы кезінде ерлік жасаған баһадүрлер Шақшан мен Нарнай батырлардың мекені. Ұрпақтары да осы аймақта өмір сүреді.
Бұл өлкеде бойына алып күш біткен, Ақтілестің намысын қолдан бермеген, балуандығымен аты шыққан 60 атты балуан өткен. Оған дәлел болатын елде 60 асуы, 60 көлі, 60 қорасы аталып кеткен тарихи мекендер бар. 60 батыр тек балуандығымен аты шыққан қара күштің иесі ғана емес, ұлт азаттығы үшін күрескен қоғам қайраткері. Бұл кісінің бір қасиеті, күреске түсердің алдында жаңағы біреу ашуына тисе қалшылдап өз-өзін ұстай алмай қалады екен. Қол бәрі дірілдеп. Мұса мырзаның несінде ме екен, асына барғанда ма, жоқ әлде Алакөз байдың асына барғанда ма, енді ол жағы нақты айтатын адам жоқ. Бірақ дегенмен бір сақталған аңыз бар. Күреске түсердің алдында келген кезде жаңа тойдың иесі келіп, мына қақпас кім, кәрі шалды күреске келдіңдер ме деп қамшымен бастан бір осып жүрген екен. Соны ана кісі қалшылдап өз денесін ұстай алмай қалған кезде жаңағы Дәуек болысы деген болған, Алқакөл болысының болысы, өздері немере ағасы болады. Сол кісі барып сабасына түсіріп, күреске түскен кезде жаңа қарсылас палуанның екі білегінен ұстаған ғой. Сол қысқан кезде әр кісінің білегінің сүйегін үгітіп жүрген дейді. Ол кісінің сондай бір мықтылығы. Екінші, біздің елде Карбышев деген көл бар. Картаға бәріне Карбышев деп түсіп кеткен. Негізінен ол Карбышев емес, ол Алқакөлдің бір сағасы. Алқакөл деген көлдің кезінде Горбачев деген казактардың атаманы ғой. Сол келіп, сол жерде бекіністің бәрін қарап, кезіндегі заң бойынша отарлау саясатының заңы басталған уақытта жаңағы ертістің бер жағынан біздің жақ сол жағалау ғой. Сол жағалаудан 10 шақырымдық белдеу болған. 10 шақырымдық белдеуге ешкім ештеңе салмау керек, құрылыс жүргізбеу керек, ел қонбау керек. Отарлаудың бір несі ғой, әдісі ғой. Сол кезде осы 60 сол Горбачевқа жалданған. Елдің ішінде бәрі көбісі жалданған ғой сол кісіге. Сол кісіге жалданып жұмыс істеп жүрген кезде елдің ішінде бір үйге кездесіпті. Әлгі үйге барса 4-5 адам ашықта бір ту асау, ту биені жүген құрық демеген ұстай алмай жүрген көрінеді. Әлгі бие асау, алдына барсаң тебет істейді, жаңағы осқырынып, артына барсаң тебет дегендей. Содан бәрі ұстай алмай жүр дейді, кісіні жыға алмай. Сосын 60 келіп айтыпты, не істеп жүрсің, тоқтыдай ту биені жыға алмай деп. Соғана байды ашуланған ғой, енді жаңағы сөзін өздері әбден зығырдан қайнап тұрған кезде. Мықты болсаң, осында жүген құрықсыз, арқансыз жықсаң, сол күйінде маған бермей қой, өңгеріп алып кете бер деген ғой. 60 әгі сөз естігеннен кейін барып, ту биенің құйрығынан ұстай қалып дейді. Ана ышқынып алға қарай не деді ғой, ышқынады ғой. Ышқынып алдына қарай тарпып, ышқынған кезде, сол күйінде құйрығынан жіберген кезде, әлгі бие омақаса барып құлапты дейді. Сол жерде шаптап, сауап әлгі байға қарап айтып, жаңағы сөзіміз сөз бе деп. Айтқаным айтқан сөз деген ғой, уәде жұтқан. Онда жақсы деп, сол күйінде жаңағы биені, асау биені жетектеп алып кеткен. Ақтоғай өлкесінде сондай-ақ Иләл деген болыста өткен. Әкесі Жүсіп қажы да елге беделді жан болыпты. Бұл кісі бірнеше рет болыстыққа түскен, бірақ бір рет болыстыққа түсті дейді ғой, ол дұрыс емес. Бұл кісі ол туралы құжаттардың барлығы кәдімгідей түпнұсқа құжаттардың бәрін сақтап қалған Қимайден Нұғманұлы. Сол кәдімгідей үйінде сақталған папканы бәрін тауып, бертін келе мен жарияладым. 36 жылы бұл кісі істі болған, репрессияға ұшыраған. Сол жаңағы айдалып кетіп бара жатқан кезде бәйбішесінің аяғы ауыр екен. Сол кез айтқан екен де, егерде ұл туып жатсаң, Оралбек деп қоясың, қыз туып жатсаң, Оралша деп қой деп. Сосын бұл кісі айдалып кеткеннен кейін жаңағы әжеміз босанып, дүниеге қыз келеді, ол кісінің атын Оралша деп қойған. Кейіннен жазасын ақталып қайтып келді. Бұл кісі бірнеше рет болыстыққа түскен, ең бірінші болыстыққа түскен кезде негізінен Бөжен Беласарұлы түсу керек болған, біздің атамыз. Бөжен де елге беделді адам болған, жаңа Байгел тоғайында өзінің қонысы болған, сол жерде елдің бәрі сол кісіге келіп ақыл сұрап, елге ықпалды болған азамат. Бірақ болыстыққа осы Бөжен өтеді деп тұрған кезде, бірақ Бөжен өзінің жолын Иләлға берген. Ол туралы да Қимайден Нұғманның жазған кәдімгідей деректі әңгімесі бар.